Мемлекет басшысы Халықаралық кинология федерациясының президентін қабылдады. Кездесуде қазақы ит тұқымдарын сақтау және тұрақты генетикалық қорын қалыптастыру ісінде халықаралық федерациямен ынтымақтастық перспективасы талқыланды. Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ тазысын алдын ала тануға оң септігін тигізгені үшін Тамаш Яккелге алғыс айтты. Бұл шешім 2024 жылы Амстердамда өткен Халықаралық кинология федерациясы бас комитетінің отырысында қабылданған еді. Мемлекет басшысының айтуынша тазы және төбет тұқымдарын сақтау тек кинология тұрғысынан емес, сондай-ақ дәстүрлі тұрмыс салтымен тығыз байланысты тарихи мәдени құндылық ретінде айрықша маңызға ие. Ит қазақ халқының дүниетанымында жеті қазынаның бірі саналады. Жүйелі жұмыс нәтижесі бүгінде Қазақстан кинологтар одағының бірыңғай асыл тұқымды иттер кітабында 4000-ға жуық тазы тіркелген. Тиісті заңнамалық актілер қабылданды. Кездесу соңында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі кинология саласын дамытуға қосқан үлесі үшін Халықаралық кинология федерациясының президенті Тамаш Яккелді екінші дәрежелі достық орденімен марапаттады.